Ассалаумағалейкум, хөрмәтле тыңдаушылар. Бүгін дендрология тоғайшыларымыздың ең фундаментал пәні болған дендрология сабағының кірісу бөлімі, яғни сол пәнді нені үйретеді, мақсат вазифасын үйретеміз. Әлбетте, тереклеріміз Ахмет. Бұл жерде әр тереклердің ағаш бұталарымыздың Ахметі түрліше. Түрлі мемлекетлерде түрліше болады. Яки біздердің қандай? Өзбекстан шариғатымызда, Қазақстан шариғатымызда біздердің экологиямыздан келіп шығып, бұл терек түрлерін кесуге болмайды. Біздер сол экологиямызды тазалау, экологиямыз шаң, қозаларымызды ірку мақсатында біздерге мұндай ағаш түрлерін асырап, абайлауды біздерге үйретеді. Ал басқа мемлекеттерде болса, яки қандай? Дубай мемлекеттерінде ағаш бұталарының Ахметі бұл жақта мысалы сондай туризм күшті рауажданған болғаннан соң, туризмді тарту мақсатында, яки соның декоратив композициялар пайда етінде ағаш бұта түрлерінің Ахметі жоғары болады. Яки ұяқлада мысалы экологиямызды тазалау мақсатында алатын болсақ, ұяқлада енді үлкен өзінің дария, көлдері, нелері бар. Бұндай тек қана сол араб мемлекеттерінде, Дубай мемлекеттерінде ағаш бұталар композиция, туризмді тарту үшін Ахметлі болып саналады. Ал Россия мемлекетінде болса, ағаш бұталарымыз тикарғы экономикалық жақтан бір бөлімі, яки бір экономика жағының бір тірегі болып есептелінеді. Яки бұяқтарда үлкен терезалар жүзді көп. Мысалы, біздердің Өзбекстан шариғатымызда, Қарақалпақстан шариғатымызда адам инсан басына 25-30 метр квадратты келетін болса, Россия мемлекетінде дүние бойынша ең көп адам басына яки 5-6 гектардың туры келеді. Дендрология пәні біздерде яки дендрология яки филология деп аталады. Грек тілінен алынған болып, ағаш бұта яки ағаш бұталарды үйренеміз. Ағаш бұталарды үйрететуін біз тоғайшылар үшін олардың денесіне, қабығына, жапырағына, ұлма көрінісіне қарап теректі айыра алатуын білімді яки үйретеді. Дендрология ботаниканың бір бөлім болып, терек өсімдігінің басқа бұта, ярым бұта, терек тәрізді лианалар, сондай-ақ сталантик терек өсімдіктерін жақыннан үйретіп барды. Әлбетте, бұл терек бұталарымыз яки біздерде біздердің шариғатымызда сондай бір үлкен тоғайзалар пайда етеді. Үлкен терезалар ұлма несі комплексі, яки тоғай дегеніміз не? Бұл жерде тоғай дегеніміз биотик факторлар нәтижесінде жүзеге келген флора һәм фауна әлемінің бір-бірімен ұйымдасқан аймаққа тоғай деп аталады. Әлбетте тоғай дегеніміз біздердің көрінімізде яки бір табиғи пән болған үшін бұл тек қана бір анық нәрсе емес. Сол үшін айырымдықтарда болса, тоғай дегеніміз бұл сыртқы орталыққа тәсір ету қабілетіне ие болған биогеоценозға тоғай деп атаймыз. Яки қандай биогеоценоз дегеннің өзі сол терегіміздің сол топыраққа да байланысы бар, ауаға да байланысы бар. Сол кислород бөліп беріп шығаратуын атмосфера сол қатламында өзінің пайдасы тәсірін тигізіп тұрады. Ал базы кітаптарда болса, базы мағлұматларда тоғай бұл сондай өсімдік әлемі болып, өз ішіне флора һәм фауна әлемін жәмілеген аймақ. Әлбетте флора дегеніміз өсімдік, фауна дегеніміз. Демек, мағлұматтар көрек тереклеріміз 400 миллион жыл алдын пайда болған. Яки тереклеріміз бұл бекке ағаштардан денеге ие болған, күшілі тамыр системаға ие болған, тамырлы система терең өскен, бірнеше жылдар жасайтын өсімдіктерге айтылады. Тереклердің бәлеттілігі 4-5 метрден 200-300 метрге шейін жетеді. Ал базалық терек түрлеріміз бар, яки үлкен теректің баобаб болсын, яки гигацикоидендрон болсын, бұлар дүниедағы ең үлкен гигант тереклер болып саналады. Бізде дендрология ұлма тоғайшы алымдарымыздан, дендрологияның алымдарынан бірі, бұл жерде дендрологияның демек атасы, яки сол ең белгілі рус дендрологы алымдарынан бірі Владимир Сукашов, яки 1883 жыл. Демек, қандай 1960 жыл
дүниеде өткен демек биогеотенология тикардың салушы ғалымдарымыздан бірі. Және өзіміздің Өзбекстан шариғатында болса, өзіміздің Ташкент мемлекеттік аграрлық университетінің профессоры Абдухалил Дамлай Қайын ұстаздар болып саналады. Бұл екі күшті тоғайларымыздың атасы, күшті ілімпаздары болып есептеледі. Кейінгі слайдымызда болса, біз сол терек бұта, ярым бұтадан лиана тәрізді өсімдіктерге сипаттама беріп өтеміз. Тикарғы ағашланған бағанаға ие болған өсімдік түріне терек деп аталады. Яки сол тикарғы ағашланған кронаға ие болған, бәлет өскен, күшті шақаланған, халық қожалығында ахметі жоғары болған көп жыл өсімдіктерге де сол терек деп аталады. Кейінгісі тикарғы бағанаға ие болмаған, түптен шақаланған, ағашланған жасаушылығы бойынша теректен кейін орындай төмен дәрежелі болып саналатын бұл өсімдіктерге бұта деп атаймыз. Мағлұмат есебінде айтып өтейін, біздердің Пакистан шариғатында ағаш бұта түрлеріміздің яғни 60-тан зият түрлері бар. Кейінгі слайдымызда болса, бұл жерде міне ярым бұтамыз яки лиана тәрізді өсімдіктеріміз. Қыс маусымында өсімдіктің жер үсті органдары қурап, келесі жылы келесі тамырынан өсіп шығушы өсімдік түріне ярым бұта деп атаймыз. Бұл тикарынан шөл зоналарда өсіп орналасқан өсімдік түрлеріне айтылады. Кейінгісі болса, лиана тәрізді. Қазіргі уақытта көпелеріміз араласында лиана тәрізді өсімдіктердің орны, яки жүді ахметлі. Демек, тикарға бағанасын тік ұстап тұру қабілетіне ие болмаған өсімдік түріне лиана тәрізді өсімдіктер деп атаймыз. Бұл жерде біз қазіргі уақытта кеңінен көпелеріміз араласында кеңінен қолданатын плюш деген лиана тәрізді өсімдікті айтамыз. Яки плюш дегеніміз бұл түрлерге өзінің шықмау үшін мәселе, сол оралып өсіп, қазіргі уақытта үлкен домбарымыздан бұрайды, тереклерімізден орап өсетін өсімдік. Бірақ енді бір жағынан яки паразит өсімдік деп айтылады. Тереклерді оралаған жағдайда тереклердің сол жасаушылығына өзі кері тәсілін тигізеді.